Мен осы жерде өзім 97-98 жылдары әскерде болған. Одан бері 28 жыл уақыт өтті. Арнайы бүгін келіп, әріптестермен бірге жалпы көзімізбен көріп әскердің жағдайын. Танковый полк 5 этажды кезінде осы жерде біз болғанбыз. Бүгін ішіне кіріп, сол жердегі әскердегі солдаттармен кездесіп, көзімізбен сұхбаттасып, олардың физикалық дайындықтарын, заманға сай дрондарды қалай пайдалана, осыған қабілетті сарбаздарды, дрондарды қалай ұшыру, содан кейін жаңағы әртүрлі қаруларды қалай қолдану. Соны аз уақыт болса да өзіміз көзімізбен көріп, танысып, енді аралап гарнизонның қазіргі жағдайын. Қазір міне біраз солдаттар жиналды, кездесіп, көзімізбен көрдік. Бұл жерде бәрі жалпы жаман емес. Біздің еліміздің абыройы, бұл біздің қорғаныс саласы. Сол себептен біздің қорғаныста елдің алдында, отан алдында өзінің әскери борышын өтеп жүрген сарбаздарға тек қана сәттілік тілейміз, еліміз мықты болсын.